Міне бүгін үкіметіміздің тиісті тапсырмаларымен Қамлыкөл районында осы жылдың 14-15 һәм 16 апрель күндері командалық оқу жаттығулары өткеріліп жатырды. Бүгінгі Қамлыкөл районында өткеріліп жатырған командалық оқу жаттығуымыздың этабы егерде жер сілкінулер менен байланысты айрықша жағдайлар жүзеге келгенде, оларда бұқараларды құтқару, эвакуация қылу, сондай-ақ бұл жерде жүзеге келген айрықша жағдайлардың ақыбетлерін сапастыру болып есептелінеді. Һәм бұл оқу жаттығуларға райондағы біргелікті тиісті қызметлер қамтып алынды. Яғни осындай айрықша жағдайлар жүзеге келген уақытта райондағы біргелікті қызметлердің харекетлері әмелде көрілді. Яғни осындай айрықша жағдайлар жүзеге келген уақытта бұқаралардың қауіпқа көтеруі һәм бұндай жағдайларда харекет қылулары қиынласады. Яғни осындай жағдайларда шокқа түсіп қалуы мүмкін. Һәм сондай уақытларда бұқараларды құтқару, оларды тыныштандыру, айрықша жағдайлар зоналарынан алып шығу һәмде осы объектілерде жүзеге келген айрықша жағдайларды біргелікте аз жоғалтулармен сапастыру болып есептелінеді. Бүгінгі оқу жаттығуымызда барлық тиісті қызметлер қатынасты, һәм сол оқу жаттығуымызда белгіленген харекетлер әмелге асырылды, һәм де осы оқу жаттығуы өзінің мақсатына жетті.